Арал тас жолы жабық дейді. Қош. Иә? Мәссі. Ал не істедің? Не істеген несі? Бүгін Үшаралға жолға шығайын деген ма? Керісінше жақсы пысқан қазір осылай ескертіп жатқанда. Жолға шықпа, жол қауіпті деп айтып жатыр міне. Алдын ала ескертіп жатыр. Бұл жақсы ғой. Бірақ ереке дұрыс айтасың. Қазақта сөз бар. Сабырлық түбі сары алтын дейді. Одан да сабырлық сақтап, жол ашылғаннан бірақ шықпайын ба, иә? Әрине. Иә, бүгінде 112 нөмірінен дауылдық ескертулер мен өзен-көлдің деңгейі, тас жолдардың ашық, жабығы жөнінде хабарландыру келеді. Кейде бұл ескертпелерге мән бермей төтенше жағдайға тап болып жатамыз. Тіпті хабарландыру кешігіп келетінде кездер болады. Осындай қолайсыздық тудырмасы үшін төтенше жағдайлар басқармасы Дармен деп аталатын бағдарламаны іске қосты. Бұл ісіміз хабарландыруға қарағанда әлдеқайда жылдам жұмыс жасайды екен. Оны Play Market немесе App Store'дан өз смартфоныңызға жүктей аласыз. Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасымен білім беру саласында Дармен мобильдік қосымшасын енгізу бойынша іс-шаралық жоспарын іске асыру бойынша 18-ші орта мектепте кадет классында, кадет сыныбында үгіт-насихат жұмыстар жүргізілуде. Бұл мобильдік қосымша США және Япония тәжірибесіне қарап Қазақстанда таратылуда. Ең алғашқы бұл Алматы қаласының төтенше жағдайлармен жасалған жоба және Алматы қаласы бойынша таратылды. Бүгінгі күнде Талдықорған қаласында 500 адамдай орнатты. Талдықорған қаласының нөмір 18-ші орта мектептің кадет корпусының оқушылары да осы бағдарламаға қосылды. Солардың бірі Гаухар Қанатбек. Өзі барлығын толық меңгеріп алыпты. Енді жақындарына және достарына өзім түсіндіре аламын дейді. Мен бұл программаны жақсылап үйреніп алдым. Және де мен бұны үйге барғанда ата-анама, достарыма бәріне жақсылап түсіндіремін. Бұл жерде көптеген климаттық жағдайларға байланысты сообщениялар келеді. Көптеген жаңалықтарды алуға болады. Егер мысалы су тасқыны, штормовой болып қалса, осы жерден білуге болады. Себебі 112-ден келген сообщениялар, олар кішкене жайырақ келуі мүмкін. Себебі ол жерде операторларға байланысты болады. Алдағы уақытта төтенше жағдайлар басқармасы 112 операторлық қызметтен бас тартып, Дармен қосымшасы арқылы жұмыс жасайды. Сондықтан бұл бағдарламаға барлығы өңірлер қарқынды тіркеліп жатыр. Осы қосымша арқылы автобустар мен ұшақтардың да уақытын білуге болады. Тұтынушыға қолайлы болу үшін барлық жағдай жасалған. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы.